Ғұрыпты дәлел ретінде қарастыру. Абдулла ибн Масъудтан жеткен мына риwayatты дәлелге келтіреді. Ма равахул муслимуна хасан фахуа индаллахи хасан, ва ма равахул муслимуна сайян фахуа индаллахи саййин. Мұсылмандар жақсы деп есептеген нәрсе Алланың алдында жақсы, мұсылмандар жаман деп көрген нәрсе Алланың алдында жаман. Ханафи мазхабының ғалымы Ибн Абидин Уқуд Расул Муфти кітабында былай дейді: "Вал урфу фи шар'i лаху i'тибар, лиза алейхи шар'у қад юдар." Ғұрыптың шариғатта орны бар, кейде үкім соған орай орнығар. Малики мазхабының өкілі Ибн Асим аль-Андалуси өзінің Муқтадал усул иля илм аль-усул атты кітабында былай дейді: "Ал-урфу ма ю'рафу байна наси ва мислуху аль-адату дуна бас. Вал муқтадахума ма'ан машру' фи ғойри ма халафаху аль-машру'." Ғұрып іс қой адамдарға танымал, әдеттің оған ұқсастығын танымал, екеуі де шариғатқа енер ендеше мәні қиғаш болып егер келмесе.